Эфирде сұхбат, бүгін бізде қонақта әйгілі әнші Жеңіс Ысқақова. Ассалаумағалейкум ағайын. Жеңіс ханым, студиямызға қош келіпсіз. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Сізді көрмегелі көп болды. Қайда кетті Жеңіс Ысқақова? Не істеп жүр? Жеңіс Ысқақова өзінің орнында, жұмысында, үйінде, осы Алматы қаласында, Астана, Алматы және де басқа қалалардың арасында жүрген жайымыз бар. Осы бүгін бүкпесіз сұхбатқа дайынсыз ба? Қазір көп әртістер теледидардан жақсы көрінгісі келеді, маска киеді. Бүгін маскаңызды шешіп үйде қалдырдыңыз ба, қалдырмадыңыз ба? Негізі өзіңіз байқасаңыз, басқа да бағдарламаларды көріп жүрсеңіз, көп менің өзіңіз сияқты әріптестерім және де көрермендерім айтатыны, сен көлгірсімейсің, қандай болса өзің қарапайым ашықсың дейді, мысал үшін. Мен ойлаймын өзімді, менде маска жоқ, өйткені өмірде де, өнерде де мен солай жаралдым, мен анам солай туды. Және мүмкін ол ата-анамның маған бір сүтпен, әрине анамнан сүтпен кірген мінез, және де анам мен әкемнің маған берген тәрбиесі, оның үстіне үйдің бір кенжесі еркесі болғасын, маған сол кішкентай кезімнен бір бостандықта өскен баламын. Әй, ананы болмайды, бізде былай ғой қазақ. Әй, ойбай, анаған тиіспе. Өйтпе, бүйтпе, сөйтпе. Сондай бір рамка дейміз ғой, соның ішіне салып қоямыз біз. Мен маска кисем, мен тек даладан жанұяма кіргенде кием. Неге? Даладан көңіл күйім дұрыс болмай келуі мүмкін. Өнері болғасын, өмірі болғасын. Өмірде араласып жүрген бір кісінің маскасы шешіліп қалып, көңілім бір түрлі болып, құлазып келгенде, мен даладағы болған жағдайды үйге алып келмеймін де, мен үйге кіргенде өзімнің бұл жанұям, бұл жерде ешқандай болмау керек, негатив, орысша айтқанда. Күліп келіп, өтіріп келіп, бала-шағаң жағдайын сұрап, жолдасың жағдайын сұрап, солай күлдіріп отырамын. Кей кезде мен екі ұлым айтады, мама, сен кішкентай қыз сияқтысың деп. Мен солармен сондай кейде маска кием, үйде кием. Далада мен не алам, далада киіп. Қазір сіздердің әріптестеріңіз көбісі атын ататын түсін түстемей қойық. Бай ағалардың, қалталы азаматтардың балаларымен бірге ән шырқап, солармен клип түсіріп, дуэт жазып жүр. Коммерция жағынан, ақша жағынан бұл тиімді проект болды ма сіз үшін? Осы жігіттермен жазылған дуэт. Ең қызығы, бұл балалар қарапайым жанұядан шыққан балалар. Көп балалы жанұядан шыққан балалар. Және де музыкалық сауаты бар балалар болғандықтан мен көмектестім. Қайта мен балаларды қасыма алып, концерт қойып, мен бұл кісілерге ақша табуға көмектесіп жүрмін. Бір жерге мысалы мені концертке шақырса, осындай қасымда жас әншілер бар, тыңдап көріңіздер, бағалаңыздар, мен сіздерге алдарыңызға алып келейін деп, мен бұларды сатып жүрмін. Және де өздерінің тиімді жаңағы қалам ақысын төлеп алып беріп жүрмін. Продюсер қызметін атқарасыз ғой? Продюсер емеспін. Енді көмектесіп жатсаңыз? Көмектесіп жатырмын. Өйткені мен ойлаймын, бұл өмірде адам тек бәрін тек мынау ақша деп, ақшаның құлы болмау керек. Ақша біздің құлымыз болу керек. Мен керек кезінде жұмсауым керек болды. Ол егерде біз ақшаның құлы болатын болсақ, оны көп жаңа өзіңіз айтып отқандай. Сіздің қазір әріптестеріңіз, сөзіңізді бөлейін Жеңіс ханым, ел-елді аралап, ауылда тозып отырған ағайынға концерт бергіш болып кетті. Ол Бағдат Саймединова бар, жас әнші Айқын бар, тағысы тағы. Кеше ғана үлкен дау болды, Қарасай ауданына барып, қоймай концерт береді екен, мұғалімдерге билет сатқызады екен. Соған қалай қарайсыз? Мен оны естідім, және де мен өзімнің басымда мынандай жағдай болды. Мен өзім концерт ұйымдастырушы жас балдарға көмектесемін деп, мына билет сатудың қандай екенін, оның сондай бір
ауыр жұмыс екен, жаңа ұяласың, сосын ол адамға өмірбақи қарыз сияқты болып жүреді екенсің. Мынандай жағдай болды, бір жас ұйымдастырушылар концерт ұйымдастыратын болды, сосын билет сату керек болды. Сосын маған да жеке таныстарыңыз оқып, таныстарыңыз айтсаңызшы, келсін концертке билет алсын. Мен түсінемін, иә, әрине менің таныстарым бар. Олар таңертең кетеді жұмысқа. Расында да басқа жұмыста жүрген кісілер түгілі өзіміз түскен бағдарламаны көруге қолымыз тимейді. Және де мысалы бір афишаны көресіз, мына Мұхиттың концерті болайын деп жатыр екен. Бару керек еді дейсің да, сосын қу тіршіліктің бәле ғой, енді жұмыс басталды ма басыңды кіргізгеннен кейін одан шыға алмай қаласың. Ой, ана концерт өтіп кетіпті ғой деген өзімнің басымда да болды, мысалы үшін. Шақырылған өзімнің әріптестерім концерт, мына қыздың концерті өтіп кетті ғой, ятай деп жаңағы әттеген ай болып жатамыз. Сондай мүмкін деп, мысалы мен өзімнің жаңағы жолдастарыма 10 билеттен 20 билеттен, әй көкем айналайын, кешке дейін жұмыстан отыра бергенше мынандай бір әдемі концерт болады, келіп кетсейші деп. Менің жалғыз өзімнің жеке концертім болса екен, көпшіліктің концерті ғой енді. Бірақ ұйымдастырушылар сондай, солянка дейді. Сондай кезде мен қиналған болды. Ал негізінде ауылға барып, тозып отырып, нан алуға ақша таппай отырған ағайындарға қайта-қайта барып, мезісін шығарып, концерт беруге қалай қарайсыз өз ойыңыз? Мен сіздің бетіңізге де, эфирге де тік қарап айта аламын, ондай өмірде болған емес. Өткен жылы мен тек Қызылорда облысына аралап шықтым. 25 жыл сахнада жүріп, енді қазір 25 жылдан асып кетті ғой. Өзімнің елімді аралап концерт қоймаған екенмін. Содан өзімнің елімді аралап концерт қойдым. Ол кезде жаңағы тағы да мінекей әкімшілікпен келісім шартқа отырдық та, әкімшілікке айтамын, осындай бағаға мен концерт қойып беремін сіздерге, алаңға бүкіл халыққа ақысыз болсын. Тегін. Сондай концерттер болды. Ал бірақ Қырымбек Көшербаевқа барып, маған аға концертіме билет сатып берші деген әңгіме болды ма? Наурыз мерекесінде кездестік, жаңағы мерекелік шарада. Сол кезде аға, мен 25 жыл сахнада жүріп, өзімнің елімді аралап концерт қоймаппын. Мен бір еліммен жүздескім келеді дегенімде, әрине елің әр уақытта күтеді ғой деді. Мен ойлаймын, жалғыз мені ғана емес, менің елім, сыр елі, өнерді бағалай алатын, сыр елі, жыр елі деп бекер айтпайды ғой. Ол жерге Гүлнұр Оразымбетова барса да, Алмас Кішкенбаев барса да, Жеңіс Сүйтабаева барса да, Дүйсенхан Сыздықов барса да, бәрі құшақ жайып қарсылады деп ойлаймын. Оған жаңағы әрине жағдайы жоқ жанұяға барып 1000 теңгеден билет сатуға обал болады. Сондықтан да акимат та бір жағынан шараларға бөлінеді ғой ақша. Мысалы мен жаңағы мамыр мерекесінің қарсаңында болды. Өзімнің туған күніме қарсаңында 1 майдың мерекесі бар. Сондайға бөлінген мысалға қаражатқа неге елге жасамасқа? Тегін концерт бермеске. Тегін бермеске. Өйткені патриоттық әндер жетерліксіз репертуарыңыз. Бұрынғы өзім ауылда әнші болып жүргенде талай сол сахнада ән айтқаным, мысалы сол ауылдарды аралағаным, мысалы үшін сондай бір жақсы кездесулер болды. Осы теледидар арқылы мен тағы да Қызылорда облысының әкімшілігіне өткен жылғы маған жерлестермен жүздесуге мүмкіндік бергені үшін және де сондай бір жақсы кездесулер сыйлаған үшін тағы рахмет айтамын. Осы іске қатысты соңғы сұрақ. Әншілерге жалпы тойдан тапқан табыс жетпейді ма, әлде неге осы елді аралап кетеді? Мүмкін жетпеуі мүмкін. Сізге жетеді ме тойдан? Жетеді деп айтуға болмайды. Жеттім, тойдым деген нәрсе ол жаман сөз. Қанағат. Жеңістің 70 жылдығын тойладық биыл. 9 мамыр сіздің туылған күніңіз. Жеңіс қарсаңында дүниеге келгендіктен атыңызды Жеңіс деп қойған ата-анаңыз. Жалпы ер мінез деп жатады сізді барлығы. Мен де өзім сізбен осы студияларда ғана емес, жеке өмірде, тойларда, жақсылықтарда кездесіп тұрамыз сізбенен. Мінезді шынымен ер мінезді. Көп айтады ма сізге осындай? Ол күнделікті естіп жатқан менің әңгімем. Ол да тағы айтатыным. Мінез сүтпен келеді, сүйекпен кетеді дейді ғой, және тәрбие. Және де мүмкін ол табиғатта, мына мен анамнан 2 ұлдан кейін туылған қызбын ғой. Және де мені сол 2 ағам
жетектеп жүріп тәрбиелеген. Сол еркек балдармен ойнайсың. Содан мүмкін қалыптасып кеткен шығар. Жаңа ғана айттым ғой, адам қандай нәрсе қалыптасып, қандай жұмыс жасайды, сонымен кете береді деп. Сол сияқты бұл да мінез содан қалыптасқан болу керек. Бірақ бұрын мен Гүлдер ансамбліне келгенде, сол кезде мені оркестрдің музыканттары балақай деп қарсы алды, малыш дейтін. Мына өнердегі ағаларым Сенбек Жұмағалиев, Бақтияр Тайлақбаевтар інішек дейтін. Әлі күнге дейін. Сонда марқұм иманды болсын, Гүлдер ансамбльде жұмысқа келгенде Қалампыр Рахимова деген Қазақстанға еңбек сіңірген әртіс, сол кісі айтатын, жаңа айтады ғой ағаларымыз, мынау інішек ертең қайтып күйеуге шығады, мынау ертең қалай, мынау қыз сияғы жоқ деп. Сол кезде Қалампыр апам айтатын, отбасында әйел болғанда нағыз әйел осы қыз болады. Өзінің жанұясына да, отбасына да иеге болатын мінезді нағыз қазақтың әйелі осы қыз болады деп айтатын. Соған мен расында жадымда қалды. Және де осындай жақсы айтылған сөз, ол сізге айтылды ма, ол сізге тапсырған аманат. Жеңіс ханым, эстрадада Шайхизада деген жұлдыз бар. Сіздер бір кездері құрбы болдыңыздар, қатты араластыңыздар, бірге жүрдіңіздер үнемі. Не болды араларыңызда? Енді қараңыз, адам өмірде мынандай жағдай болады. Өсесің, өнесің, әрдайым мысалға ортаңызда ауысып отырады ғой. Мысалы, мен класстастарыммен бәрімен араласамаймын ғой. Мысалға, курста бірге оқыған курстастарымен де бір қалада тұрсақ та, сол курста бірге оқыған, бір бөлмеде жатқан қыздармен де кезінде жақсы араласып жүріп, кейінірек жұмыс бабына байланысты, семьялық жағдайға байланысты, әйтеуір бір бағыт бағдарлама арқылы бір бөлініп кетіп жатады. Ол, мен ойлаймын, ол заңдылық деп, біріншіден. Екіншіден, елдер ойлайды, ойпырмай екеуі ұрысып қалыпты деп. Ұрысып, бір-бірімізге бір артық сөз айтқан ондай бір әңгіме болған жоқ. Ондай жағдай болған жоқ. Бірақ менде мынандай бір жаман мінез бір. Өзіңіз айтып отырсыз ғой, адамдардың көбісі, оның ішінде өзімнің әріптестерім, масканың астында жүреді. Кейде мен алданып қаламын. Өзімде маска жоқ болғасын, жұрттың бәрін солай деп қабылдайтын болармын. Ол менің тағы да бір кемшілігім болар. Кейінірек маскасы шешілген кезде мен деп жаймен қоя қоям. Шайхизаданың маскасы шешіліп кетті ма сонда? Менің алдымда маскасы шешілді. Мен ойлағандай болмады. Сіздің фантазияңыздағы құрбыңыз емес екен ба? Қараңыз, не жағдай болды? Шайхизадамен мен бірге оқыдым ғой. Эстрада студиясында. Сүрінген кез қай кез болды? Сіз кешіре алмайсыз? Сүрініп, бір-бірімізді сатып кету деген әңгіме болған жоқ. Бірақ мына жаймендеп жаңағы бүйтіп су тамған кезде тама береді, мысалға самовардың алдында мынандай кесе тұрып, самовардың несі жаңа шүмегі ашылып қалып кішкене бүйтіп су тамған кезде білінбейді ғой. Ол толған кезде, ол толғанын бірақ көресіз. Сол кезде мен мына толды. Мына толды. Менің кішкене көңіліме толмайтын бір ойымнан шықпайтын бір майда-шүйда бір тірліктер. Мүмкін ойларсыз, сіз орысша айтқанда бір мелочный адамсыз ба деп. Майда-шүйде болғанда не істейді? Жоқ, ол қалай десем екен, оны не істейді, не қойды деп айта алмайсың. Бұл жерде айтып отырмын ғой. Соңғы тамшы не болды? Айтыңызшы, соңғы тамшы есіңізде ме? Соңғы тамшы есімде,
оны ол өзі де біледі, бірақ мен оны жария қылғым келмейді. Өйткені әр нәрсенің өзінің құпиясы бар. Ол жерде 5 жыл Шахизада ханымның айтқан әңгімесін айтайын. Ол кісінің айтқан сөздері мынандай: мен күйеуі жоқ әйел статусында жүрген кезде біз Жеңіс Қақпамен бірге үнемі жүрдік дейді. Күні түні қыдыратынбыз, машинаға отырып алып кететінбіз, қайда барсақ өзіміз білетін едік дейді. Асекең пайда болғаннан кейін ол кісі мені қатты ұстап, сенің жолдасың бар, сен үйде отыру керексің деген әңгіме айтылды дейді. Сіздің де жолдасыңыз бар, сіздің де жанұяңыз бар, сіздің де 2 балаңыз бар. Сонда сіз отбасына бағынбайтын болып тұрсыз ғой? Енді қараңыз, ол жерде тағы маска болып тұр. Асан өте керемет жігіт, өте білімді жігіт. Және де Асан ондай бір қызғаншақ жігіт емес. Және де мені қызғанап, мені қатты ұстайды дейді. Мен араласпайтындай. Шахизада, мен араласпайтындай. Менің күйеуім жоқ әйелмін ба? Жүріс-тұрысым дұрыс емес әйелмін ба? Әлде артынан әңгіме ерген әйелмін ба? Мен араластырмайтындай. Құдайға шүкір, Асанға мен өзім ұзаттым Шахизаданы. Бұл жерде Шахизаданың маскасы тағы шешіліп қалды. Себеп онда емес. Себеп басқа нәрседе. Араға адам түсті дейді, сізді сөзге еріп кетті дейді. Бізді шағыстырған адамдар. Шағыстырған деп те айтуға болар. Мүмкін, және де менің сезіп жүрген нәрсемді, менің ойымда, түкпірінде бір ойлаған нәрсемді кейде адам баласы 2 ойда болады, дұрыс па? Адам өзімен сөйлесіп, өз-өзіне сұрақ қойып, сол сұраққа өзі жауап бермеген адам, ол санасыз адам деп ойлаймын. Сен әуелі біреумен сырласардың алдында өз-өзіңе сырласып алуың керек. Өзіңе сұрақ қойып, өзіңе жауап беруің керек. Сондай бір моменттер болды, менің ойымның бір түкпірінде сондай бір көңіліме толмайтын қылықтар болды. Соған мен өзім қой Жеңіс. Бұл саған солай болып көрінді. Қой, ол ондай емес. Бір жеңісті әрдайым жұбатып жүрді менде. Қой деп сабырлыққа шақырып. Ал ортаға кірген адамдар менің сол ойы түкірімде жатқан ойымды алып келіп алдыма қойды. Сен сондайсың, а ол ондай деген сияқты болды да. Сосын барып мен никогда сөзге ермеймін. Мен былай бетпе-бет кездеспейінше еш уақытта. Бетпе-бет кездескен кезде мен алысып, жолсып, сен үйдедің, сен бүйдедің, анау үйдепті, сен бүйдепті деген нәрсені мен жек көремін. Өзімнің ойым, іште жүрген ойыма жан-жақтан информация түскеннен кейін осы жерден тоқтай қояйық, осы жерден қоя қояйық, жақсы деймін да, мен үндемей кетіп қаламын. Сәлемдеріңіз түзу ма? Сәлеміміз түзу. Мен оған шын жүрегімнен бүкіл жақсылықтарды тілеймін, әрдайым әдемі болып жүргеніне қуанамын. Және де көрген кезде Құдайға шүкір амандасамыз. Өйткені біз ұрысқан жоқпыз ғой, неге біз амандаспауымыз керек? Сөзге де келген жоқпыз. Бірақ мен өзіме жақын араласпаймын деген өзім қойдым. Достар бұлай болмайды. Достың көңілін табу керек. Дос тек менің айтқаным болу керек. Тек менің көңілімді табыңдар деген ол достық емес. Эгоизм болмау керек. Достың көңілін табып, көзімен сөйлесе білу керек. Және де менің көзімнен бір сенімсіздікті, не болмаса бір суықтықты байқаған кезде, ол маған сұрау керек еді, не болды деп. Сол кезде маған бәрін қойып айтып беретін едім. Ол менен сұраған жоқ. Егерде ол менен сұрамаса, менің достығымның оның алдында ешқандай бағасы жоқ деп есептедім. Жеңіс, сен неге менің телефонымды алмай жүрсің? Сен неге менімен суып кеттің? Деп ол маған сұрақ қоймады. Ол даже не было заинтересовано. Қазақша. Осы әңгіме сізге ауыр ма? Маған түк те ауыр емес. Неге дейсіз ғой? Басында ауыр болды ма? Түк те ауыр болған жоқ.
Жәке, осы шоу-бизнеста қазіргі күнде жас әншілердің арасында төсек қарым-қатынасы арқылы бір дәрежеге жетіп жатқандар бар ма? Енді мен тағы да әңгімеге еріп, онда шешіп айта алмаймын. Мен өзім көзіме көрген жоқпын. Оның қасында мен шам жағып тұрған жоқпын. Естіп жатасыз ба онда? Ол әңгіме естиді. Мен туралы да әңгіме айтады. Мен туралы да әңгіме айтады. Кейде бір күні менің жолдасым интернетке қарап отырып, «Ай, Ысқақова, күйеуің құтты болсын» дейді маған. Өзімнің жолдасым. Қандай күйеу деп келсем, біздің керемет қазақтың үлкен режиссері бар. Болат Атабаев деген ағамыз бар. Сол ағамен мен бір концертте қосылып ән айтқанмын. Енді бір әдемі керемет ән Исламбай Есиев ағамыздың «Қош жұлдыз» деген ән айтқан болатынбыз. Сол кезде образға кіріп кеткен болуымыз керек. Содан әңгіме жіберіпті. Сөйтсе біреулер айтады, «Қой, Жеңістің өзінің күйеуі бар» деп. Сөйтсе біреулер айтады, «Жоқ» дейді. Болат аға мен Жеңістің тойында менің ағамның досы тамада болған деп тұрып жазып қойған. Тойда болып кеткен дейсіз ғой. Тойда болыпты. Содан жолдасым күледі, «Ысқақова, күйеуің құтты болсын» деп. Күйеуімнің біліп тұр ғой енді, Болат ағамыз біздің екеуміздің бірдей ағамыз, семьялық досымыз. Сондықтан да мен туралы әңгіме айтады. Оны күйеуім оқып күледі. Сол сияқты басы бос өзі әдемі жас әншілерге артынан сөз өте көп береді. Мысалы, жаман ғой бізде сөз. Кішкентай тесік көсе, ойбай, ана тізесі жыртылып қапты дейді. Енді кішкене сүрініп көсе, ойбай, ана мас болып құлап қапты дейді. Сондықтан да жүріс жасаса да, біреуді алдап ақшасын алса да, барлығының жауабы бар. Өйткені бұл өмірде судың да сұрауы бар. Әр нәрсенің өзінің жауабы бар. Сондай әңгімелерден қалай қорғауға болады? Оны қорғана алмайсыз. 1000 адам, миллиондаған тіл, ой, фантазия. Сондықтан да оған қарсы тұра алмайсың. Айтыла берсін. Бір жағынан ойлаймын, егер сіз туралы әңгіме айтылып жатса, сіз тірісіз. Мынандай сұрақ, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау және әлеуметтік дамыту министрі кім? Олар күнде ауысып жатады. Біреуін танып үлгермейінше, екіншісі ауысып жатады. Мен президентімді танимын, премьер-министрімді танимын, өзімнің Қызылорда облысының әкімін танимын, Астананың әкімін, Алматының әкімін, Қорғаныс министрін танимын, болды. Сол маған жетеді. Маған жетеді. Біліп жүріңіз, Тамара Дүйсенова ханым. Мен кешірсін, Тамара. Сол үшін мені тағы соттап жүрмесем. Жеңіс, бір кездері осыдан 5-6 жыл бұрын сізбен біз интервью жазған кезде сіз маған айтқансыз, кітап жазатын ойым бар, сол мемуар, Ысқақова ханымның мемуары не болып жатыр қазір? Ол басталған жоқ. Мемуар жазатын уақытқа келген жоқпын. Ол пока жаңағы басымда. Жоқ, әрине. Ащы шындықты жайып салсаңыз, сізге кек қайтаратын адамдар көп болады деп қорықпайсыз ба? Келіп басым шауылмасын шығар. Гардеробыңыздағы ең қымбат көйлектің құны қанша? Көйлектің ба? Иә. Бір $1500 болатын шығар. Мен көп қымбатқа ұрынбаймын. Сіз үшін тұлға кім? Менің анам. Менің әкем. Мен әкемді әрдайым, міне 30 жылдан астам болды өмірден өткеніне, мен әкемнің әрбір әңгімесін, әрбір мақалын, әрбір айтқан сөзін мен жадымда, және де мен соны өмірде пайдаланамын. Сондықтан да менің әкем 56 жасында өмірден өтіп кетсе де, сол 56 жасында менің әкем дана болған екен ғой деп ойлаймын. Жеңіс бүгінде таланты бар да, танысы бар да, концерт беріп жатыр. Концерт қашан? Бұйырған күні. Негізі бірін айтып біріне кетті деп ойламаңыз. Бір сұхбатта менің жолдасым теледидардан көріп, сонда маған кішкене жаңағы не айтты? Өкпе емес, замечание қалай? Сын.
Бүгінгі сұхбатта не ұнады, не ұнамады сізге? Бүгінгі сұхбаттан маған ұнағаны сенің менің жүрегіме жақын келіп, менің санамдағы жүрегімдегі тұрған нәрсені түрткенің ұнады. Роза Әлқожаның ең қымбат көйлегі $5000 екен. Өтірік айтады десем. Мен оған кім тігетінін білемін деп қояды. Сұхбатыңызға рахмет. Бүгін бізбен ашық сұхбаттасқан әйгілі әнші Жеңіс Қақова. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.